Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен кеспенің қамырының суға салып қайнатқанда езілмейтін рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Төменге өз пікіріңізді қалдырыңыз, бұл мен үшін өте маңызды. Бұл қамырға су қосылмайды. Тек 2 жұмыртқаға жарты шай қасық тұз қосып, оның үстінен 2 ас қасық сұйық май қосып, араластырып, ұнымызды електен өткізіп, 180 грамм ұн қосып, жұмсақтау етіп қамырымызды илейміз. Бұл қамырды тоңазытқышқа, яғни морозильникке салып сақтасаңыздар да болады. Келесі тағамға қосуға дайын тұрады. Қамырымызды илеп болғаннан кейін целлофан пакетке орап 30 минутқа қойып қоямыз. Отыз минуттан кейін қамырымызды алып, жұқалау етіп жаямыз. Қамырыңыздың бір шеті жұқа, бір шеті қалың болып кетпес үшін видеодағыдай қамырдың 2 шетін бір-біріне айқастырып, видеода көрсетілгендей жайсаңыз, қамырыңыз бір келкі болып жайылады. Видеода көрсетілгендей осылай қамырды бір-біріне айқастырып, осылай жайып шығамыз. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Төменге өз пікіріңізді және лайк қоюды сұраймын. Видеода көрсетілгендей қамырыңызды осылай жіңішке етіп турап шығамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, езілмейді, сізге ұнайды деген сенімдемін. Қайнап тұрған сорпамызға осылай қамырды салып, 2-3 минуттың көлемінде пісіп шығады.
еш езілмейді және суды өзіне көп сіңдіріп ісініп кетпейді. Өте керемет қамыр, міндетті түрде жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін үлкен рахмет. Сау болыңыздар, ас болсын.